Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа жолдауында 2020 жылды волонтерлар жылы деп жариялаған болатын. Соған сәйкес еліміздегі барлық оқу орындарында жолдау жүктеген міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған жұмыстар басталып та кетті. Басты ерекшелік ендігі жерде волонтерлік іспен айналысқан студент жастарға ақы төленетіндігі. Білім және ғылым министрлігі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 91 квота бөлген. Олардың 65-і 20, 26-сы 50 сағаттық жұмыс деп белгіленіп отыр. Айту керек, университетте бұған дейін де волонтерлік жұмыстар жүйелі жолға қойылған. Бірнеше топ қызметтерін жалғастырып келеді. Қазір студенттерге бұл мақсаттағы жұмыстар туралы түсіндіру кездесулері басталды. Арнайы құрылған комиссия оқу орны басшылығымен кеңес отырып, тілек білдірген студент волонтерлардың қайсысы квотаға лайықты екендігін іріктейтін болады. Алдымен студенттер жаңағы онлайн платформасы бар, казволонтер.kz деген соған тіркеледі. 6 бағыт бар, сол 6 бағыттың ішінен өздеріне жақын бағыт таңдайды. Кейін сол бағыт бойынша тиісінше мекемеге барып әңгімелесуден өтеді. Сол әңгімелесуден өткеннен кейін барып студент жұмысқа толықтай кіріседі. Кейін жұмысты жасап болғаннан кейін әрине ай сайын ол студент келіп есебін береді. Сәйкесінше оған жаңағы 20 сағат көлемінде жұмыс жасаса 20 мың теңге, 50 сағат көлемінде жұмыс жасаса 50 мың теңге қаржылай сыйақы беріледі. Және сонымен қоса 20 сағат жасаса 2 кредиттік пәні жабылады, ал 50 сағат жасаса 5 кредиттік пәні жабылатын болады.